Қайырлы күн, асқабақпен өте дәмді самса дайындаймыз. Жылы сүтке 1 шай қасық тұз, қасықтың ұшымен аз ғана ашытқы қосып, араластырып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. 1 шай қасық сұйық майды қосып, қамырды илеп, тындырып қоямыз бетін жауып. Асқабақтың қабығын аршып, тазалап, бөліктерге бөліп, майда теркадан өткізіп аламыз. Бір пиязды 4 бұрыштап немесе ұзыншалап чұқа етіп тураймыз. Табаға сұйық майды қосып, қыздырып, пиязды салып, араластырып қуырып, асқабақты қосып, араластырып қуырамыз. Бір шай қасық тұзды салып, жартылай ғана пісіріп аламыз. Қамырды кішкене бірнеше бөліктерге бөліп, қамырдың бөлігін ұнға аунатып алып, ортасын қалың, шеттерін чұқа етіп жайып, бір ас қасық начинкасын толтырып салып, жан-жағын бүктеп, 4 бұрышты формаға келтіріп, пісіретін табаны майлап, самсаларды қоямыз. Құрғақ сүтке жылы суды қосып, араластырып, самсаның бетіне жағамыз. Піскен ыстық самсаны шараға салып, бетін жабамыз. Өте жұмсақ болады. Асқабақ қосылған самса, асқабақты жақсы көретіндерге ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіз. Ас болсын.